Сонымен неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының депутаттар портреті жобасының кезекті кейіпкері Азат Перуашев парламент мәжілісінің қатарынан 4-5 шақырылым депутаты болып келе жатқан Азат Перуашев кім? Ол қандай адам десек, порталдың депутаттар портретін оқуымыз керек. Ел ішінде оның түрін білгенімен ісін білмейтіндер аз болмаса керек. Біресе жылап, біресе күлетін, біресе тықыршып, біресе тосырқап қалатын адам осы болар. Тынышта отырмайтын, жапырып бара жатқанда түгі жоқтардың қатарынан сияқты. Ол басқарып отырған Ақжол партиясында былық көп деп жүргендер бар. Қысқасы, өздеріңіз бағалап аларсыздар. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Материалды назарларыңызға ықшамдап ұсынамыз. 2019 жыл өткен Нұр Отанның съезі сойқан болған білесіз. Бірақ бұл жолы қыздар емес, 3 еркек жылады. Жылағанда қатар-қатар отыра қалып, көз жастарын көлдеткен жоқ. Нұрсұлтан Назарбаев тағынан кететінін елім менің әнінің сұлу сазы сай сүйегін сырқыратқанда ғана шын сезінді ме, өзін өзі ұстай алмай қалды. Экс-президент кетем дегенде ақ Бекболат Тілеуханның ебіл-дебілі шыққан. Ал Азат Перуашев журналистердің сұрағына жауап беріп тұрғанда мұрны бұрқ ете қалды. Яғни үлкен өзгерістің алдында үшеуі өз-өздерін ұстай алмай көз жастарына ерік берді. Оны түсінетін кім бар, бірақ жамандық шақырғандай бейуақта жылағаны несі деп ел жұрт жақтырмады. Алайда 3 еркектің жылағаны факт. Ақжолдың қай жолда жүргенін депутаттары мен олардың әрекеттеріне қарап анықтауға болатын сияқты. Өткен жылы партия төрағасының орынбасары кәсіпкер Дмитрий Васильев ұсталды. Оған ұлттық гвардияның генералы Константин Воронкинге пара берді деген айып тағылды. Сөйтіп пара бергені де, пара алғаны да істі болды. Бірақ Азат Перуашевтың орынбасарының шатаққа шатылып, бәлеге ұрынғаны алғаш рет емес. 2023 жылы Перуашевтың тағы бір орынбасары Азамат Әбілдаев Ресейдің Украинаға соғысын жақтайтынын ашық білдірген. Путинді және соғысты қолдаймын, Украина билігінде ұлтшылдар отыр деген депутаттың сөзі қоғамды дүрліктірді. Ақырында не болды? Ақжол демократиялық партиясы пленум өткізіп, депутат Әбілдаевтың мәселесін қарады да мандатын қайтарып алып, құйрығынан бір тепті. Міне, осы жағдайдан кейін партияның ішінде әділдіктің иісі аңқып, демократияның самалы соғуы тиістін. Әділдікті қайдан, бірақ демократияның самалы соққаны рас. 2024 жылдың тамыз айында депутат Асқар Садықов мандатынан айырылғаны белгілі болды. Көпшілік тағы не боп қалды деп ойлап үлгермеді. Кейіпкеріміз Садықовтың депутат мәртебесіне кір келтіретін ыңғайсыз әрекет жасағанын мәлімдеді. Ол қандай әрекет? Айтуға ауыз ұялатын мәселені Азат Перуашевтың өзі тарқатып айтып берді. Оған сенсек, Садықов парламентте жұмыс істейтін әйел адамға сексуалды сипатта хаттар жазып, харасмент жасаған. Әнекей мәселе. Ақжолдың айналдырған 6 депутаты бір-біріне харасмент жасап жүрме сонда деген сұрақ әркімнің де көңілін алаң қылған. Осы кезде Садықов, мен енді үнсіз қалмаймын, мені лас ойындарға, манипуляцияға тартпаңыз. Мұндай мәлімдеме партия көшбасшысының деңгейіне сәйкес келмейді. Бірақ Азат Перуашевтың бұған дейін бірнеше рет халықты адастырған еске түсіргім келеді. Жалпы бұл азаматтың жұмыс стилі осындай ма деп қалдым. Біреуге WhatsApp арқылы ұятсыз әңгіме жазу былай тұрсын, менің 6 балам бар. Азат Перуашев өзінің орынбасарының жемқорлығын жасырып қалмақ болып, осы ақпаратпен халық назарын басқаға аударды деді. Орынбасарының кім екенін білесіз. Ол жоғарыда айтқан Дмитрий Васильев. Осыған ашуланды ма, әлде демократия деген осы екен деді ме? Азат Перуашев дауға қалған депутатпен әлгі әйел арасындағы екеуара жазба делінген әңгіменің скринін әлеуметтік желіге атып ұрды. Бірақ бұл депутаттың харасментіне дәлелден гөрі өз басына тиген таяққа көбірек ұқсады. Себебі жұрт дабдардай басымен біреулер
біреулердің әңгімесін желіге жариялаған кейіпкеріміздің еркектік қасиетіне күмән келтірді. Ал белгілі заңгер Айгүл Орынбек құзырлы органдар тергеп тексеру жүргізбей жатып, өз қызмет бабын пайдаланып, тіпті парламенттің ішінде қызметтік тексеру жүргізбей, екеуара хат алмасуды әлеуметтік желіге салып жариялаған үшін Азат Перуашевтың үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 211 бабымен қылмыстық іс қозғау керек деді. Осыны естіген соң ба, әлде басқа себебі бар ма белгісіз, Перуашев кейін желідегі скринді алып тастады. Дау біртіндеп саябырсыды. Қайта Садықовты ақылды жігіт пе деп қалдық. Егер ауызды қышытқан өзің, сен менікін айттың ба, ендеше мен сенікін айтам дейтін ерегесті қоздырғанда не болар еді? Азаттың азат болғалы айтқан ең әділ сөз, астарлы шындығы осы тұғын. Шенеунік мырзалар, сіздер үшін мен ұялып отырмын. Бір рет болса да жылы кеңселерден шығып, кәсіпкердің немесе тұтынушының орнына барып тұрып көріңіздер. Сіздер әлде бір штрафстанды құрып жатырсыздар. Ал Ақжол қалыпты нарықтық экономиканы жақтайды. Біз дұрыс шешімдерге жетпейінше қарсы дауыс береміз деді. Бұл сөз басқа жерде емес, мәжілістің төрінде айтылды. Шенеунік мырзалардың маңдайынан шып-шып тер шықпаса да, халықтың арқасы жебіп мерейі тасыды. Өйткені Азаттың штрафстаны Қазақстанның қазіргі жағдайын өте дәл суреттейтін. Содан да шығар, кейіпкерімізге разы болған жұрт көк жәшіктен сөйлеген депутаттармен айдалада отырып ұрсысатын әдет тапты. Айтсаң Азат құсап айт, әйтпесе қоя сал дейтіндер көбейді. Бір қызығы, Азаттың айтқыштығы 2 айға жетті ме жетпеді ме, ел көңіліне жаққан кейіпкеріміздің өзі алдыңғы пікірінен айнып қалды. Әлде алдыңғы сөзінде тұра алмай қалды дегеніміз дұрыс па? Анығын оқырманның өзі ажыратып алар. Перуашев былай деді: елге сырттан келетін инвесторлар мен туристерді не үшін шақырамыз? Әрине елімізді мақтау, жағымды қырынан таныту үшін. Сондықтан мемлекет басшысының айтқаны орынды. Мен үшін сабақ болды. Әлгі атышулы терминді пайдаланғаным орынсыз болды. Ол рас, мойындап отырмын. Өзім қолданған сөзді енді қайталамаймын. Анасынан шапалақ жеген баланың енді қайталамаймын деп безек қағатын сан рет көрген шығарсыз. Бірақ қанша уәде берсе де ойын баласы жеген таяғын лезде ұмытады. Перуашевтің де өз пікірінен ілгерінді кейінді сырғуы сол баланың қылығынан аумай қалды. Ал саяси әлемнің дидарындағы сырғытпалы самалдың қайдан соғатын білетіндер кейіпкерімізді ақтауға тырысты. Өйткені олардың ойынша ақиқатшыл Азат аңдаусызда президенттік өлшемнің өткеліне қыстырылып қалған. Ал мұны қалай түсінбек керек? Тоқаевтың елге түрлі жанама ат беру ақылға сыймайтын қадам. Кейбір шетелдіктер жоқ жерден біздің жетістіктерді дәріптеуге тырысса, қазақстандықтардың кейбірі керісінше ел имиджін төмендетуде. Бұл түсініксіз әрекет дегені рас еді. Аңдасаңыз, бұл жерде Перуашевке қатысты бір ауызда сөз жоқ. Ендеше мұны президент басқа біреуге қарата айтуы да мүмкін ғой. Олай болса, кейіпкеріміз мұны неге өзіне айтқандай қабылдап, айыбын алдын ала мойындады? Мұны білу үшін әулие болудың қажет жоқ. Азат Перуашев уақыттың алдында жүретін адам. Заманынан озбаса, экс-президент кеткенде жанарына жас толып жылар ма еді? Жылаудың мәні осы бәле қайта келіп жүрмей ме екен дейтін әсіре сақтықтың әсеріне ұқсайтын. Егер шынымен де Назарбаевты қатты қадірлеп қимай жылаған болса ше, онда неге қаңтардың қатқан тоңы жібігеннен кейін жердің астындағы Болат Назарбаевтың рейдерлігін сынады? Қадірлі адамның өлген інісінің әруағын неге сыйламады? Міне осы сұрақтарға жауап тапсаңыз, екінші президенттің жел жағына шығып қалмау үшін Перуашевтың неге елден бұрын пербала жөнелетінін түсінуіңіз керек. Болат Назарбаев өмірден өткен соң Азат Перуашев оның рейдерлік әрекетін сынады дегенді жоғарыда айттық. Міне осы кезде біреудің басындағы отты көрмей, өзгенің басындағы шоқты көріпті деген осы шығар деп Жаркенттің ұйғыр қазағы қосыла күліпті деген әңгіме тараған. Бұл не деген сөз? Мәнісін түсіну үшін бизнестің не екен және қандай түрі бар екенін түйсікке нықтап алғанымыз жөн.
Бизнестің сатылары шағын, орта, ірі деп үшке бөлінеді. Мысалы, бәліш пісіріп сатсаңыз шағын, егер бәлішке самсақ қосып, қасына айран мен шай ұсынып, жүздеген адамды ауқаттандырсаңыз, ортаға жақындауы мүмкін. Ал ірі бизнесті ірі адамдар жасайды. Елдің жалақысын жылап бергенімен, жердің асты үстінің қызығын көріп жатқандар солар. Алайда әлем халқы білетін бизнестің осы үш түрінен бөлек елімізде төртінші түрі бар. Оны көпшілік рейдерлік атап жүр. Қазақшасы тартып алу. Бізше болса, бизнестің бұл түріне тартып алу деп құбыжық мән үстемей-ақ, жай ғана тегін бизнес дей салғанымыз дұрыс сияқты. Өйткені тегін бизнестің бір қасиеті кімнің қолында болса да, бұл бизнес ешқашан жоғалып кетпейді, керісінше өркендеп гүлденуі мүмкін. Айырмасы біреуден біреуге өтеді. Жақсы жері бергенде өзің, алғанда өзің. Мәселен, тегін бизнестің қызығын көрген Болат Назарбаев кімге бөтен? Ол Нұрсұлтанның інісі, ал Нұрсұлтан Перуашевтың қимасы. Перуашев сіздің депутат. Тегін бизнеске қатысты сәлде болса ақпар алсаңыз, біз жайлап Жаркентке қарай жылжимыз. 2012 жылы Кетпен ауылының Юнус Юсупов деген кәсіпкері кейіпкерімізді тегін бизнеспен айналысып жатыр деп айыптады. Сол кезде шыққан деректерге қарасақ, Юнус Юсупов 7 жылдық тәжірибесі бар әжептәуір кәсіпкер болғанға ұқсайды. Жер астынан атқылап жатқан ыстық су көзін кәдеге жаратып, минералды су өндіретін зауыт салуға лицензия алған ол, енді іске кірсем дегенде айналымға ақша таппай ділгірсе керек. Құдай берейін десе оңай ғой. Атамекен кәсіпкерлер палатасының төрағасы ретінде жақсы танымал Азат Перуашев көмек қолын созады. Шаруасы аттай шауып, құландай жүйіткіп кетуі үшін кәсіпкер бизнесінің 55%-ын қайтарымсыз негізде кейіпкерімізге аударған көрінеді. Бірақ табысты бөлісіп, пайданы тең көрмекке дәмеленген Юсупов ақырында қожайындық құқығынан айырылып тынғанмыз. Басқаша айтқанда, тәп-тәуір бизнесі өзге біреудің тегін бизнесіне айналып кеткен. Әрине, сол кезде қарсы тарапта өз уәждерін айтты. Перуашевтың адвокаты кәсіпкер өліп қалған бизнесін менің қорғауымдағы адамға күштеп таңды да, соңында жала жауып бүкіл елімізге жаманатты қылды деді. Бірақ бұл даудың соңы немен біткені беймәлім, өйткені ыстық суға таластың айғай-шуы қандай жағдайда суығаны туралы дерек жоқ. Сондықтан ананыкі дұрыс, мынаныкі қате деуден аулақпыз. Дегенмен күйінген кәсіпкердің журналистерді шақырып жәрдем сұрағаны факт. Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейтін қазақ мақалының меңзеген бағытымен қарасақ, ұйғыр кәсіпкерінің жүйкесін қимылдатқан себептің астарында да ақиқаттың ащы күйігі жатуы бек мүмкін. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.